Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге осындай өте нәзік, жұп-жұқа болып шығатын идеальный пиццаның жасалу жолын ұсынамын. Сондықтан менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 175 грамм суымызға 1 қасық қантымызды, 1 қасық аштығымызды салып 5 минутқа тұндырып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Сұйық майымызды және 1 қасық тұзымызды, сұйықтығымызды құйып, жұмсақ қамыр илеп бастаймыз. Артық ештеңе қоспаңыздар. Осылай ешқандай түйіршік қалдырмай, иін қандырып илесеңіздер, ең керемет идеальный пиццаның қамыры дайын болады. Қараңыздар, керемет болып шықты. Енді жарты сағатқа пакетке салып, жылы жерге қоямыз. Сонда біздің 2 пиццамыздың қамыры дайын болады. Мінекей қамырымыз күшті болып көтерілді. Енді пиццамызды қолымыздың көмегімен осылай екі жағына қарай созып, формасын шығарамыз. Мен бірінші дөңгелек форманы шығарамын. Шеттерін кішкене қалыңдату үшін осылай бортик шығарып алуға болады. Бірінші соусына мен кетчуп пен майонезді араластырып, бәрін жағып шығамын. Бір пиццаға шамамен 150-200 граммдай ірімшік қажет. Сондықтан да осылай бәрін орналастырып алғаннан кейін бетіне әдемілеп колбасаларымызды қойып шығамыз. Пиццамыздың керемет болып шығу үшін ірімшігіміз өте мол болу керек. Мінекей біздің пиццаларымыз дайын болды. Өте керемет, нәзік, жұп-жұмсақ болып шықты. Балама қатты ұнаған соншалық суретке де видеоға да түсіріп үлгермей қалдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.